Olmaya yukarıdan durayınca. Talağa aşağınca. Предкілерді де жинап тастауға мадек еменде. Форскилерді. Сразу егіп тастайық. Кішкене өспейді. Ой, бай, зарядка жинап білмейтін болған. Айтқандай бір нәрселер достар, сәлмен бірге мен Еркош кезіп достар. Ауылда видео түсірдім. Ауылда кеше ғана қой енді көргендер бар болса комментарияға жазыңыздар. Жетел. Там қарайсыңдар. Что там? Жетел. Еркош бізге атады идея жасап бер. Незат? Кесіп қайған не? Айтса? Беріп тұрсын ба? Ұялшақ екен. Жетел. Незат жаса. Сап бер дейді. Науда ұялшақ екен. Бұларға енді не жасап беру керек? Что там жетер? Бізге магазин сап бер. Магазин. Қалай болады? Негізі бірнеше магазин істегенмін. Базар жоқ, жинап білмеймін. Жинап үйрену керек екен мыналар. Қазір мен мыналарды егіп тастайын, сосын көмектесем ама. Көзім істеп берем магазин. Мынақа істеймін достар. Достар, мен магазинді мынақа істейтін шығармын. Өйткені мынақа мен ютубқа ауыстым ғой. Мына жерлерді үлкейтіп ютубқа ауыстым ғой. Сол үшін мынақа саламыз. Осыяқ. Достар, скиніме да мән бермеңіздер. Өзіме скин келесіде алатын болам. Приятный жинап болсын. Достар, тұрсам жинамай айтсам ренжімеңіздер. Өйткені мен жинап болсын. Біз картошка егеміз. Енді достар, күнде видео шығарып тұруға тырысатын болам. Күнде емес енді. Аптасына 1-2 видео шығарып тұрам. Все, магазиндердің бәсен жана жетер. Магазин болса. Любой магазин бар. Продукт сататын бар. Бұларға продукты керек негізі. Бір ағашпен істеу керек. Қастим ба? Негізі идея кеп тұр, негізі магазин істеуге.
Бірақ қалай істейтінімді білмей жатырмын. Қазір көреміз достар. Бұл примерно соға берейік достар. Соға береміз достар. Примерно тұра. Жолына достар былай кету керек. Осылай істей береміз достар. Қазір білмеймін қалай істейтінімді. Қазір өздеріңіз көре жатасыздар. Ну, примерно тым келмей жатыр достар. Істей беру керек. Қайтып істесем болады достар. Ну, примерно кетті. Достар, мен алдын біттім, бірақ шет жағын істей алмай жатырмын. Қазір бірге шет жағын қалай істейтінімізді көретін боласыздар. Ендеше кеттік. Достар, енді соғып жатырмын.
достар, енді осындай болып шығып жатыр. Анау мысық қой достар, мән бермеңіздер. Аузында жатыр. Қош. Достар, мән бермеңіздер. Сізге мен айтып кетті. Білмеймін, аузы жабылмайды. Төбесі енді потолок буп-кірей болып қалыпты. Бірақ нормально. Келесі видеода дұрыстап не істейтін боламыз. Есік бұлай біртүрлі сияқты. Бүйтіп қоя алмайсың. Жүреді, есіп тұра берсін. Енді достар, осындай үй шықты. Жаңа мяу деген мән бермеңіздер. Мысық қой. Кішкене бүйтіп шөп қойып қояқ. Достар, бұл видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Ауырмаңыздар. Ендеше қош, сау болыңыздар.